Assalamu алейкум, менің YouTube каналымның ағзалары. Бүгін супер жаңалық қылдым. Мен базарға барған жоқпын. Бүгін енем кетті. Мен келіншек болып түскенімнен кейін, одан кейінгі базардан бастап, енем мына базарлықты үйдің несін бәрін өзіме тапсырды. Сөйтіп, содан бері өзім базарлайтын едім. Ауырып қалған жағдайларда, я болмаса мен үйде болмай қалған жағдайларда ғана баратын едім. Бүгін енді ене сіз барып қайта қойыңызшы дедім. Бүгін өзім бармай қалдым, демалайыншы дедім. Демалғанда генеральный уборка болды үйде. Сөйтіп, енемнің әкелген продуктілеріне распаковка қыламыз. Ал сіздер тайым болсаңыз, видеоға әуел лайк басып алың. Қатты керек нәрсе, себебі қарақалпақша контенттің көбірек адамдар көруіне себепші болған боласыз. Ал тайым болсаңыз, бастаймыз. Енем бірінші мынандай ұсақ әкелген. Ұсақ көршіге қарағанда шірелі болады дейді. Ана нелерге, көжелерге, үйде балалардыға көжелерге осындай ұсақтан пісіреміз. Сол енем ұсақ көшке қарағанда шірелі болады дейді. Сонымен осындай 2 банка ма, менімше. Сен аларын білмеймін, енем бар деп айттым ғой. Ал есеплап отырың, есепламай ақ қойың, салыстырып отырың. Осындай 2 банка күріш. Ұсақ. Одан кейін мен панда дегенді алатын едім, енем мынандай ташқарасынан алған. Енемнің бір минс ошибкасы. Мынандай қап-қарасынан алған. Бұндайды алып жүрмең, бұндайлар микроб болады тұрсымен, менің ойымша. Мен өзім алмаған болар едім, білмедім тағы. Сонымен осындай бумага. Как мынау не? Мынау шабдал, түклі шабдал. Енем молодец. Езбей алып келген өз алдына бөлек. Осындай шабдал. Ал енді мына сумканың ішінде праник. Мына бір кило, меніңше 17 шығарау килосы. Бір кило праник. Онан кейін 100 мың сомлық көш алдым деді. Кетті осындай 100 мың сомлық көш. Одан кейін тауыққа бидай алған енем. Тауықларға бидайдың банкасы 5 мың сомнан еді ғой, мынау бидай. Меніңше 2-3 банка бар ау мынау. Сондай бидай. Содан кейін қара чай. Ondan кейін не? Күнге бағар майы. Шімшік май. Ondan кейін пақтамай. Ал енді бұл болды, мына сумканы босаттық. Мынаның ішінде, айтпақшы, бір тауығымыз құрық болып еді, зордан. 8-9 тауығымыз бар, соң біреу ғана құрық болып еді, сол 1-2 шүжі көрінген, соған мынандай мәккенің езілгені суға араластырып береміз. Сондай не қыл дейтін еді? Мәккенің езілгені. Бір 2 банка бар бұлда. Одан кейін күріш. Күріштің бағасы қымбатлады, 9 мың, 10 мың сондай. Сондай 2 банка күріш. Я болмаса 2 кило. Ал енді мұнаң ішінде картошка, пияз, кешір алмаған енем. Кешір алмаған екен. Картошка, пиязды үйіп алған бірақ. Мұнаң бәрі картошка, пияз. Кешір жоқ. Таскампит жоқ, кешір жоқ, помидор қияр жоқ. Бәрі шығысып кеткен беп-белгілі болып қалды. Болды, соңмен тасылып қалды. Неше минут болды? 3 минут болды, 3 минутлық видео болып қалды. Енем айтып кетті, бір ажапамыз үйге келіп еді, сол майда-шүйде шоколад әкелген. Менің әкелгенім сенікіндей болмай қалды, сол шоколадлардан менің есабыма қосып қой. Менің есабыма қосып қой дейді, көбірек болып көрінсі дейді. Ал сонымен жоқ, помидор қияр жоқ, бәрібір обедтен кейін өзім баратын болдым. Сол. Ал енді енемнің минетін бағалап, видеоға лайк басып, комментарияға пікірлеріңізді жазып, қолдап қуатлап кетің. Енем оқиды, телевизордан бе көреді өзі. Сол. Ал ендігі базарда көріскенше сау саламат болың, іләж болса енелеріңізді базарға жібермең. Шығысып кеткен. Бір зат айтуды ұмытып кетпен ғой. Бір енелер бар, елегеш екен өздері барады да. Солар келілеріне сенбегендіктен елегеш екен базарлай ма? Я келілер келістіре алмаған үшін базарлам. Екеуі бір нәрсе болып қоймады ма? Короче, мынандай ғой. Көремен де базарда үлкен, мысалға, ауылда да келілері болып тұрып, өздері елегеш екен сумканы көтеріп ысыда жүретілерін көремен де, сол кезде ойлап қоямын. Бұл келілер бармай ма екен, я өздері келілеріне сенбей ме екен деп. Сол бойынша өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіз. Сіздер келін түсірген уақытта не қылар едіңіз? Дорба қалтасын
фу көтіріп арқасын асармедіңіз, я болмаса өзіңіз базарлармедіңіз. Қай-қайсысына да негатив қылып жазбаң, бұл просто менің өзімнің қызығушылығымның арқасынан келіп тұрған сұраулар. Ал ендігі контенттерді көріскенше сау саламат болың.